Namaz 19. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз жөнінде айтып жатып, мындай деді. Ким бешмал намазға бекем болса, намаз аға қиямат күні нұр, күбө жана құтылуға себепчі болады. Ким аға бекем болбосо, қиямат күні аға нұр да, күбө да, құтылуға себепчі да болбойды. Қиямат күні Фираун, Хаман жана Убай бин Халаф дегендер капырлар менен бирге болот. Абдулла бин Амр радhiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз жөнүндө айтып жатып, мындай деді. Ким бешмал намазға бекем болсо, намаз аға қиямат күні нур, күбө жана құтылууга себепчи болот. Ким аға бекем болбосо, қиямат күні аға нур да, күбө да, құтылууга себепчи да болбойт. Қиямат күні Фираун, Хаман жана Убай бин Халаф дегендер капырлар менен бирге болот. Абдулла бин Амр радhiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз жөнүндө айтып жатып, мындай деді. Ким бешмал намазға бекем болсо, намаз аға қиямат күні нур, күбө жана құтылууга себепчи болот. Ким аға бекем болбосо, қиямат күні аға нур да, күбө да, құтылууга себепчи да болбойт. Қиямат күні Фираун, Хаман жана Убай бин Халаф дегендер капырлар менен бирге болот. Муснат Ахмад, Табарони, Маджма уз Заваид.